Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде органикалық химияның жаңа бөлімі оттекті органикалық қосылыстар. Бұл бөлімде біз спирттер және фенолдармен, альдегидтер және кетондармен, карбон қышқылдарымен, жай және күрделі эфирлермен және де көмірсулармен танысамыз. Одан кейін соңғы тақырыптар бұл бізде нитро қосылыстар. Олар жеке тақырып болып аталады. Нитро қосылыстар аминдер, амин қышқылдары құрамында азоты бар болғандықтан оларды бөлек азотты органикалық қосылыстар деп өтетін боламыз. Ал қазірше осы 5 топқа тоқталып өтейік. Ең алдымен бүгінгі өтетініміз бұл спирттер мен фенолдар. Жалпы спирт дегеніміз ол латынша шараптың рухы деген мағынаны білдіреді. Және спирттердің жалпы формуласын жазатын болсақ, ол радикал және OH деп аталынатын функционалды топ болады спирттерге арналған. Енді балалар, бүгінгі бөлімнің ерекшелігі өткен сабақта өткен қаныққан көмірсутектер, әсіресе көп жағдайда біз қаныққандармен жұмыс жасаймыз. Солардың радикалдары бар еді. Естеріңде болса, мысалы, мына жерге жазып кетейік. Мысалы, метан, оның радикалы метил еді. Или же этан, оның радикалы этил еді. Бұларды біз R деп белгілейміз, потому что ол радикал деген мағына. Және осы радикалдың қасына қандай да бір функционалдық топты қосатын болсақ, онда бізде жаңа күрделі заттар пайда болады екен органикалық. Мысалы, спирттерді пайда қылғымыз келсе, онда қасына OH қосамыз. Альдегидтерді пайда қылғымыз келсе, онда COH қосамыз. Кетондар болса, онда біз олардың қасына CO қосамыз. Карбон қышқылдарында COOH. Мына жерде екі радикалдың арасында оттек деген мост, екі радикалдың арасында COO деген мост. Көмірсулардың енді формулалары әртүрлі болады екен. Енді, значит, бүгінгі тақырыптан бастап біз қандай атаумен танысамыз? Функционалдық топ деген, яғни сол топтың өкілі екенін көрсететін таңба немесе бір топ, мысалы OH тобы, бұл спирт екенін көрсететін тобы болып табылады, функционалдық. Вот сонда бізде спирттерге осы топты жаттап алу керекпіз. Және қанша штук болатыны тоже маңызды. Қазір көретін боламыз. Топтары бар, өздерінің классификациясы бар, Осы функционалдық топ OH бар қосылыстар екіге бөлінеді: спирттер және фенолдар деп. Спирттер дегеніміз бұл бізде қаныққан, қанықпаған көмірсутектер радикалдармен түзіледі, ал фенолдар бізде ароматты көмірсутектер. Бұлар негізі тоже осы жалпы спирттердің бір өкілі ғой. Просто жалпы кітапта да қарайтын болсақ, оны жеке тақырып ретінде алып қарастырады. Себебі өте ауқымды фенол деген, оның реакциялары маңызды, БТ-да жиі кездесетін реакциялардың бірі болып табылады. Жақында ғана бір оқушы кіріп шықты, фенол тақырыбы бойынша контекст келіпті, сондықтан біз бұл фенолды жеке қазір өтетін боламыз. Формуласын айттым, енді давайте классификациясына көшейік. Егер спирттердің құрамында бір ғана OH тобы болатын болса, онда ол бізде бір атомды спирт деп аталынады. Егер OH тобы екі немесе одан да көп болатын болса, онда олар бізде көп атомды спирттер деп аталынады. Мысалы, мына жерде бізде екеу, үшеу, төртеу кете береді. Мысалы, мынау екі OH тобы болғаннан кейін бұл этиленгликоль, немесе екі көміртекті не атайтын едік? Этан деп атайтын едік. Этандиол болады. Потому что ди деген OH тобы екеу, ол деген бұл осы спирттердің жұрнағы, ол. Алкандарда ан еді ғой, алкендерде ен, алкадиндерде диен, а спирттерде новый атау ол, жұрнақ жалғайды екенбіз. Мынау қосылыстың аты тривиалды атау глицерин, өзінің аты үш көміртекті біз пропан деп айтатын едік. Пропан, OH тобы, яғни ол тобынан қанша көрдіңіз? Үшеу, значит пропан триол болады. Бұның халықаралық атауы. Әлі олар туралы өтеміз қазір толыққанда. Главный сендер осы спирттердің құрамындағы OH тобына байланысты бір атомды, көп атомды деп бөлінетін білсеңдер болды. Сонымен қатар мен спирттер ROH деген болатынмын. Осы жердегі R, яғни радикалдың табиғатына қарай бізде қаныққан, қанықпаған, ароматты спирттер болады. Қаныққан дегеніміз мына OH тобына алкандардың қалдықтары, радикалдар жалғанады. Яғни мынау бізде этанның қалдығы этил. Сондықтан бұның аты этил спирті. Ал мына жерде бізде құрамында қоспалас бар, қанықпаған көмірсутектің радикалы жалғанып тұр. Естеріңде болса, бұл этенил. Этеннің радикалын винил деп айтатын едік, немесе этенил спирті, немесе винил спирті деп айтсақ болады екен. Ароматты спирт деп жатқанымыз, бұл бізде ароматты бензол сақинасы бар ғой, соған OH тобының жалғануы.
енді ары қарай да радикалдар болуы мүмкін, но бастысы бензол сақинасы бар болу керек. Но айтып кетейік, біз бір атомды, көп атомдыларды бөлек-бөлек қарастырамыз, ал спирттерден, конечно, көбінесе біз қантыққанмен жұмыс жасаймыз. Мыналар чисто теориялық тұрғыда бар екенін білсеңіз болды. Сонымен қатар бізде біріншілік, екіншілік, үшіншілік деген ұғымдар бар еді өткен сабақта біз атаған едік. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирттер дегенді кішкене басқаша жағынан қарастыру керекпіз балалар. Неге? Себебі сендер бірінші маған айтып көріңдерші, мысалы мен мына қосылысты жазамын, иә? Осы жерде әрбір көміртектің нешіншілік екенін қайдан табамын? Мына бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Қалай табамын? Ол апай нешеумен байланысып тұр, көміртек соншасыншы болады. Молодец. Мына бірінші көміртек нешінші болады? Бірінші көміртек бірінші болады, өйткені бір көміртекпен байланысып Екінші тұр. көміртек. Екінші көміртек төртіншілік. Молодец. Үшінші. Үшінші көміртек екіншілік, өйткені екі көміртек. А төртінші көміртек ол біріншілік, башта бір Ана көміртекпен. радикалдар ше? Радикалдар олар тоже саналады. Біріншілік болады, иә? Біріншілік болады. Это олар біріншілік болады. Значит, біріншілік, екіншілік, үшіншілік дегеннің көміртектерге арналған ұғым екенін түсіндік қой, иә? Айым. Сондықтан, мысалы, бізде бұл спирттер біріншілік, екіншілік, үшіншілік болып бөлінеді. И көп оқушылар ойлайды, типа, OH тобы қай көміртекте тұр, типа, мына 1, 2, значит, екіншілік шығар деп. Жоқ, біз олай қарамаймыз. Себебі мына жерде де 1, 2 деп мынау да екіншілік болып қалады, ондай емес балалар. Былай қараймыз. Спирт деген ол міндетті түрде OH тобы бар зат. Осы OH тобы тікелей бір какой-то көміртекпен байланысады. Сол көміртек главный көміртек болып табылады. Мысалы, мына көміртек бізде главный көміртек. Енді осы көміртекке енді ориентировка жасайсың. Осы главный көміртек қанша көміртекпен тікелей байланысқан? Бұл бір-ақ көміртекпен, значит, бұл біріншілік болады. Міне, OH жалғанған көміртек қанша көміртекпен тікелей байланысқан? 2 көміртекпен. Сондықтан ал енді OH жалғанған көміртек қанша көміртекпен тікелей байланысқан? 3 көміртек. 3 сол себептен үшіншілік болады. Сондықтан OH-қа емес, OH-тың жалғанған көміртегіне назар аударады екенбіз. Осыдан көп оқушы шатасады, оны ұбт құрастыратын мұғалімдер біледі, сөйтті осындай сұрақтар беріп қояды. Сондықтан балалар шатаспаймыз, біріншілік, екіншілік, үшіншілік деген бұл көміртектерге арналған. Енді спирттердің аттарын көремін, жаттап аламын, маған кесте беріңіз десеңдер, міне кесте. Көміртектердің әсіресе біз енді бұл жерде мына классификацияға келіп қарайтын болсақ, именно бір атомды қаныққан спирттердің классы енді часто келетін түрі ғой, енді сол список міне осы жерде жазылып тұр. Мынау молекулалық формулалары, мынау қысқартылған құрылымдық формулалары, атаулары, иә, бір қарап жазып алсаңдар болады. Мына метаннан түзілген метанол, этаннан түзілген этанол, пропанол 2, потому что екінші көміртек екі көміртекпен байланысып тұр. Кейін мынау бізде бутанол, пентанол, солай кете береді балалар. Енді бір сутек атомы гидроксил тобына алмасқан алкан туындылары қаныққан бір атомды спирттерді өтеміз енді. Қаныққан дегеніміз радикалының құрамында бәрі дара байланыс болу керек. Бір атомды дегеніміз бір ғана OH болу керек. Сонда мен қаныққан бір атомды спирттердің формуласын былай жасам болады. Алканның туындылары деп тұр ғой. Алканның формуласы CnH2n плюс 2. Бірақ мен плюс 1 деймін. Потому что бір сутек түсіп қалады да, плюс 1 деймін да, оның орнына OH келеді. Яғни CnH2n плюс 1 OH бұл қаныққан бір атомды спирттердің формуласы екен. Функционал топтарын қайта-қайта айттық. Енді оларды біз қалай атаймыз? Давайте жазып көрейік. Мысалы, мен былай жазатын болсам. Бутанол ма? Жоқ. Бізде бұл жерде тоже главный қатарды тауып алу керекпіз. Главный қатар осы линия, иә, ол бізде мына линия. Сондықтан санаймыз. OH тобы жақын тұрған жерден бастап санаймыз. OH тобы ана жақта жақын, сондықтан 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бұл бізде пентанол. Көміртек, бірінші көміртекте OH тобы диметил ма? Молодец, иә. Бірінші көміртекте OH тобы жалғанған ғой, сондықтан пентанол 1 деп аталады. Бұрын соңғы жағында тұратын санол нені білдіретін еді? Қанықпаған көміртекте қос байланыс, үшеселі байланыстың орнын. Ал бұл жерде ол, яғни OH тобының орнын білдіреді. 1 дегеніміз бірінші көміртекте OH тобы тұр деген. Ал мына жерде бізде 2-де 4 диметил болады. Молодец, Айым.
пентанол болады. Или же мысалы басқа варианттарды жазып көруге болады. Мысалы былай, бұл енді вот как раз таки бутанол. Бута. Тоже Бутанол 1. Бутанол 1 и болады 2 деді. 2-де 2 и потом 3 триметил. Молодец, умница. Яғни біз мына жерден бастап номерлейміз. Бұның аты бутанол 1 болады, потому что бірінші көміртекте OH тұр. Сондықтан бутанол 1, 2, 2, 3, триметил. Триметил. Иә, бәрін біріктіріп жазу керек енді. Мына жерде орын жоқ. Вот. Сондықтан спирттер тақырыбындағы соңғы сан, ол ешқандай қос байланыстың орны емес. Ол спирттің функционалдық тобы OH-тың орны болып есептеледі екен. Енді изомерленуге келетін болсақ, бізде изомерлену осы көміртек қаңқасы бойынша болады бірінші. Екінші, ол осы функционалдық топтың орны бойынша болады. Бізде мысал ретінде біз жазуымызға болады, например, пентанол жаздым мен қазір. Бұл обычный пентанол. Бұның енді давайте жазайық. Пентанол 1 бұл. Екі түрлі изомерін жазайық. Бірінші көміртек қаңқасы скелет бойынша. Ол бізде былай болады. 3 көміртек жаза салма болады. Или 4 көміртек жазып, біреуін төбеге көтере салсам болады. Сонда менде то же самое спирт түзіледі. Класс ішілік изомерлер бұлар. Бірақ бұның аты уже бутанол 1 болады. 2 метил бутанол 1 болады. Бұл оның қаңқалық изомер. Ал енді гидроксил тобының орнына қарай, 5 көміртекті бір сызықтың бойында жаза салма болады. И мына жерге ортасына OH қойып қойма болады. Бұл менде 1, 2, 3. Үшінші көміртекте орналасып тұр ғой OH тобы. Сондықтан бұл бізде пентанол 3 болады. Басында пентанол 1 еді ғой. Мына жерде пентанол 3 болады. Бұл оның екінші изомер түрі екен. Қатты қиын емес негізі изомерлер. Дальше физикалық қасиеттеріне келейік. Осы физикалық қасиеттері мен маңызды деп ойлаймын. Неге? Себебі ішінде ерекше информациялар бар. Давайте қарап өтейік. Ең алдымен бұл жерде біз мән беру керекпіз. Спирттер, органикалық заттар, осы уақытқа дейін айтып келе жатырмын ғой. Органикалық заттар суда жақсы ерімейді деп. Именно спирт. Өздерің естідіңіздерші, өмірде біз укол салдыратын кезде, немесе қандай бір жерді дезинфекциялатын кезде этил спиртмен сүртеміз денемізді мысалы. Сол арқылы оның сұйық екенін көруге болады. Кәдімгі сұйық зат, өткір түсті. Және ол су сияқты сырт келбеті. Сондықтан ол сумен, именно химия пәніндегі ерекше класс деп айтуға болады. Себебі сумен алғашқы 3 спирт түрі, ол метанол, этанол және пропанол. Жазып үйреніп аласыңдар деп ойлаймын, балалар. Қараңдар, мысалы метан болса, бір сутекке А жазып OH қосасыңдар. Этан болса, бір сутекке А жазып OH қосасыңдар. Пропан болса, бір сутекке А жазып OH қосасыңдар. Бутан болса, бір сутекке А жазып OH қосасыңдар. Міне, спирттер осылай пайда болады. Осылардың алғашқы 3 Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе? 3 тобы бізде алғашқы 3 өкілі сумен жақсы әрекеттеседі екен. Әрі қарай олардың көміртек құрамындағы көміртек саны артқан сайын олар уже қатты заттар болып кетеді, и олар суда әрине ерімей қалады. Сосын, ладно, ол сондай қысқаша информация. Тағы да органикалық химия бөлімінде көптеген заттар ковалентті байланысты көрсетеді. Барлығы почти, ковалентті полюссізді, әлсіз ковалентті полюсті байланысты көрсетеді. Ал именно спирт тақырыбындағы кез келген өкілі, ол бізде сутектік байланысты көрсетеді екен, балалар. Сутектік байланысты көрсетеді. Бұл жерде міне көріп тұрсыздар, HOH, біз білеміз, судың құрамында сутектік байланыс бар екен. Бұл жерде де HOH байланысы бар да, сондықтан бұл жерде молекула аралық сутектік байланыс түзіледі екен молекулалар арасында. Енді метанол, этанол, пропанолдың өздеріне тән алкоголь иістері болады. Келесі гомологтары иісі өткір және жағымсыз, ал жоғары спирттер иіссіз болады. Енді қараңдар, балалар. Бізде метанол деген спирт бойынша мына информацияны білу керексіңдер. Ол өте уытты, яғни улы деген сөз. Оның аз ғана мөлшері адамды соқыр етуі немесе өлімге душар етуі мүмкін. Именно осы соқыр етуі бойынша теориялық сұрақ келеді.
осындай етуі мүмкін органикалық зат деп ше. И варианттарда сендер спиртті көресіңдер, ол өткізесіңдер. Ой, ондай емес шығар деп, басқа бір нәрсені белгісіңдер. А на самом деле, оказывается, ол метанол спирті екен. Сондықтан осыны білу керек. Әдейі ерекшелендіріп жазып қойған кітапты ашып қарасаңдар, соқыр ету мүмкіндігі бар зат деген ол метанол деп жаттаймыз. Келесі, алу жолдары қалай аламыз? Ең бірінші көмірсутектердің моногалоген туындыларының сілті қатысында гидролизі арқылы. Яғни, мысалы, бір какой-то көмірсутектің галоген туындысын жазайық. Мынау бізде хлор этан деп аталынатын көмірсутек галоген туындысы. Енді осыған мен қосамын қандай да бір сілтіні, мысалы натрий OH. Бұл ешқандай вирус емес, балалар. Вирус болса қандай болушы еді реакция? Натрий ғана болушы еді. Алдына екі еселеніп кетеді. И чисто натрий қосылу керек еді. А мен бұл жерде сілті қосып тұрмын, сондықтан бұл вирус реакциясы емес, бұл жай ғана алмасу реакциясы. Хлорид пен натрий екеуі ішкі иондар қосылып кетеді де, С2H5OH түзіледі және натрий хлориді түзіледі, балалар. Міне біз спиртті алдық, ең бірінші әдісі. Келесі алкендерді гидратациялау. Алкендерді гидратациялау бізде мысалы этиленді гидратациялайтын болсақ, бізде бәрі бірігіп кетеді де С2H5OH түзіледі. Егер осының құрылымдық формуласын түсіндіретін болсақ, алкендердің жалпы формуласы, этиленнің жалпы формуласы мынандай. Ал ол бізде Марковник ережесіне бағынбайтын еді. H-ты, OH-ты қалағаныңа бір-бірден жібересің. Давайте представим, мынаған біз H-ты жібереміз. CH3 болады, қос байланыс үзіледі, и CH2OH болады. OH кетеді мына екінші көміртекке. Сонда видите, бізде құрамында дара байланыстан тұратын қаныққан бір атомды спирт пайда болды. Бұның аты этанол болады енді. Этанол болады. Келесі, әрі қарай біз құрамында қанты бар заттардың ашу арқылы, яғни глюкозаның ашу арқылы этанол спиртін алуымызға болады екен. Ашу процесі, бұл жерде бізде әртүрлі ферменттер қатысады. Сонда этанол спирті, спирттік ашу және көмірқышқыл газы ұшып шығады екен. Міне, бұл үшінші алу әдісі. Төртінші, карбонилді қосылыстарды тотықсыздандыру дейді. Бұл келесі тақырып, сендер пока что бұны кішкене түсінбейсіңдер. Қандай да бір альдегидті жазып, тотықсыздандыру деген сөзді түсіну керексіңдер. Ол сутек қосу, тотықтыру деген ол оттек қосу, балалар. Мына жерде тотықсыздандыру десе мен сутек қосамын да, менде бұл қосылыстың аты этаналь, себебі жалпы формулаға қарасаңдар екі көміртек бар ішінде. Ал ол бізде түзеді этанол. Тотықсыздандырған кезде этанол түзеді. Өзінен сол өзі просто басқа класс түзіледі. Этанольдан этанол түзіледі тотықсыздандыру кезінде. Бұл жалпы қаныққан бір атомды қарапайым спирттердің алыну реакциялары болып табылады. Енді химиялық қасиеттеріне келейік, балалар. Химиялық қасиеттері гидроксил тобындағы сутек арқылы жүретін реакциялар, яғни бізде осы спирттердің формуласы ROH қой. Осы жерде H бір өзі түсіп қалуы мүмкін, или полностью OH түсіп қалуы мүмкін. Екі түрлі жағдайды қарастырамыз. Ең бірінші сутек арқылы жүретін деп тұр, яғни біз бұл жердегі только сутекті түсіретін реакцияларды үйренеміз. Мысалы, кез келген спиртке бір белсенді металды қосуға болады, мысалы натрий. Сонда бізде бұл металл именно сутектің орнына келеді. Сутекті алып тастау деп жатырмық қой. Сондықтан С2H5O натрий болып келеді, и сутек бір өзі шығып кетеді да, ол H2 газын түзеді. Мұнда біз теңестіру жүргіземіз, барлығының алдына екі сутектен басқа. Сонда міне осындай реакция болады екен. Мына қосылыстың аты бізде этил спирті, мынаның аты этил спирті, немесе этанол, ал мына қосылыстың аты натрий этилаты болады. Этиляты или этилаты болады екен. Күрделі эфирлер түзілу, яғни этерификация реакциясында дейді. Бұл жерде бізде карбон қышқылына қандай да бір спиртті қосу. Сонда нәтижесінде бізде С2H5SO, С2H5 плюс H2O түзіледі. Яғни, мына жақтан OH түсіп қалады, мына жақтан H түсіп қалады. Екеуін қалып кеткен заттарды байланыстырып жазамыз. Бізде күрделі эфир пайда болады. Бұл бізде этил пропионат деген зат. Күрделі зат эфир. Ал H пен OH екеуі қосылып суды түзеді екен. Бұл жерде де спирт бізде қатысып тұр ғой реакцияға. Мына жерде спирт қатысып тұр реакцияға, реагент болып. Сондан оның химиялық қасиеттері. Мына жерде мына реакция не үшін айттық? Потому что сутек ионы түсіп қалып жатыр тоже. Видите? Мына жерде де сутек ионы түсіп қалып жатыр, мына жерде де сутек ионы. Осыған қатысты реакцияларды міне өттік. Сутек ионы түсіп, орнына металл келе алады екен. Сутек ионы түсіп, ол спирттің қалдығымен әрекеттесіп, карбон қышқылының қалдығымен әрекеттесіп, осындай күрделі эфирді түзе алады екен. Күрделі эфирді.
Вот осындай моменттері бар. Енді келесі реакцияларына қарасаңдар, ол бізде полностью OH тобының түсіп қалуымен жүретін реакциялары балалар. Бұл жерде не білу керексіңдер. Бізде спирттер галоген сұйықтармен реакцияға түседі. Мысал ретінде С2H5 әдемілеп жазайық. OH нәтижесінде бұл галоген сутек деген H бром мысалы, я. OH тобы полный түсіп қалып, орнына бром барады. Сонда түзіледі С2H5 бром қосылған H2O. Мына қалып кеткен H пен H2O түзеді. Міне осындай реакциялар бар екен галоген сутектермен. Дегидратациялау реакциясына өте мұқият қараймыз балалар. Бізде температураға қатысы бар осы жерде. Себебі ұбт-да келіп жатады. Температура 140. Мынау қандай мағына береді балалар? Математикадан білімдеріңді көрсетіңдерші. 140-тан көп деген сөз ба, аз деген сөз ба? Давайте айтыңдар. Мынау қандай мағына береді? Температура 140-тан төмен деген мағына береді. Кейбір оқушылар осыны тағы төменді. Я, 140-тан төмен, мысалы 130, 120, 100 дегендерді меңзеп тұр мына жерде. Ал 140-қа теріс қарап тұрса, 140-тан көп деген сөз ол. 200 градус, 300 градус, 400 градус деген, 150 градус деген сияқты, я. Осы екеуін ажыратамай жатады оқушылар. Негізі бізде осылай екен. Енді бұл градустардың маңызы неде? Бізде спирттердің дегидратация реакциясы деп жатыр ғой. Мысалы, кез келген спиртті С2H5OH деп жазып қояды да, стрелканың үстіне бүйтіп жазып қояды. Бұл өте маңызды информация. Да, мен осындай есептерді көрдім. Я. Көп оқушылар мән бермейді осы градустарға, шығара алмай кетеді. Қараңдар. 140 градустан жоғары деген ол одан да ыстық деген сөз ғой балалар. 100 градуста мысалы су қайнайды. Ал 140-тан да көп болса ол қалай сонда? 200, 300 өте көп деген сөз ғой. Настолько көп та мына жерде, именно мына жерде, что мына спирт ыдырап кетеді. Қатты ыстық болған кезде любой зат ыдырап кетеді ғой, иә? Мысалы бізден де тер шығып кетеді, тура сол сияқты. Температурасы 140-тан жоғары кезде ыдырау деп түсінесіңдер. Енді бұл жерде бәрі жерде дегидратация, конечно. Дегидратация деген сөздің мағынасы неде? Дегидратация бөліну, айырылу. Ну, де деген я айырылу. А гидратация деген сөздің мағынасы неде? Дегидратация дегеніміз судың. Сутек деген дегидрлену болады. Дегидратация дегеніміз өнім жақта судың бөлініп шығуы. Сондықтан қараңдар, 140 градустан жоғары болған кезде сендерде алкен деп аталынатын зат түзіледі және су түзіледі. Потому что бұл дегидратация реакциясы. Ключевой өнім бұл алкен. Себебі температура қатты көп та, сол кезде бұл ыдырап суды шығарып жібереді и этилен шығады мына жерден, қосымша өнім болып. Ал егер 140 градустан төмен болса, ол 140 градустан төмен деген обязательно 140 емес қой. Мысалы 10 градус болуы мүмкін, 20 градус болуы мүмкін, 30 градус болуы мүмкін, я. Онда ол кезде мынау екі еселенеді да, нәтижесінде мынандай жай эфир түзіледі екен. Получается, бізде екі спиртке айналады. Сөйтіп олар мынандай диэтил эфирі деп аталынатын эфир түзеді екен. С2H5O, С2H5O. Бұл жерде наоборот екі спирттің қалдығы бір-бірімен байланысып жатыр, иә? Бұл кезде, значит, бізде 140-тан төмен болу. 140-тан жоғары болса, ыдырап кетеді. Әрине, мына жерде де бізде ыдырау реакциясы плюс-минус, но байқағандарындай өнімдерінде айырмашылық бар. Мына жерде тоже дегидратация болып жатыр екен. Осыны ертең зачетта сұраймыз. 140 градустан төмен болғанда не түзіледі? Жоғары болғанда не түзіледі деген кезде сендер айта алу керексіңдер. Енді тотығу реакцияларына келек бар. Тоже ұбт-да келеді. Бізде жаңа айтып өткендей біріншілік, екіншілік спирттер деген бар. Сол спирттердің қандай келесі күрделі затқа дейін тотығатынын білу керекпіз. Мысалы, біріншілік спирт, иә? Пропанол 1 дейік. Ол бізде CH2, CH2, CH3. Сендер бұны тотықтыратын болсаңдар, стрелканың үстіне бүйтіп О деп қойсаңдар болады. Тотықтыратын болсаңдар, сендер нәтижесінде CH3, CH2, COH түзіледі. Бұл альдегид. Альдегид түзіледі, пропаналь деген. Вот. Сондықтан бұл жерде бізде альдегид түзіледі. Ал егер екіншілік спирттерді істейтін болсақ, мысалы, екіншілік спирт дегеніміз ол бізде мына жаққа OH жағаймыз, иә? Екіншілік спирт дегеніміз уже OH жағағанымыз үшін емес, OH-қа байланысқан көміртектің екі көміртекпен байланысып тұрғаны үшін бұл екіншілік спирт. Бұның аты пропанол 2. Егер бұны тотықтыратын болсаңдар, сендерде ол кетонға дейін тотығады да, бұл жерде түзіледі CH,
СО CH3 пропанон деп аталынатын кетон өкілі түзіледі. Яғни біріншілік спирттер альдегидке дейін тотығады, екіншілік спирттер кетонға дейін тотығады. Осыны білу керексіңдер. Міне мына жерде альдегид түзілді, потому что біріншілік спирт болып тұр. Ал мына жерде сендерде кетон түзілді, ол пропанол 2 деген екіншілік спирт болғаны үшін. Ацетон деген, наверное, естіген шығарсыңдар, қолдарыңа лак жағатын болсаңдар, соны өшіріп, тырнақтарыңа, соны өшіру үшін ацетон деген сұйықты қолданамыз ғой. Сол заттың формуласы мынау ацетон деген. Енді сапалық реакция. Байқаған шығарсыңдар, қанықпаған көмірсутектерден бастап сапалық реакциялар өте көп. Вот солардың біріне тоқталайық. Мен ертең бүйтіп сұраймын. Біз қазір не өтіп жатырмыз, балалар? Қаныққан бір атомды спирттерді өтіп жатырмыз. Неге қаныққан? Себебі қараңдар, радикалда ешқандай қоспалар жоқ. Неге бір атомды? Себебі бір OH. Түсіндіңдер ма? Біз пока что қаныққан бір атомды спирттерді өтіп жатырмыз. Олардың сапалық реакциясы біреу-ақ өзі. Соны жаттап аламыз. Мыс оксидімен жүреді. Мысал ретінде, егер мен мынандай бір спиртті алып, оны мыс оксидімен әрекеттестіретін болсам, нәтижесінде менде оның сәйкес альдегиді және мыстың өзі және су түзіледі екен. Сонда бізде этанол деп аталынатын заттан этаналь деп аталынатын зат түзіліп тұр. Яғни балалар, бұның ерекшелігі неде? Бұл тоже мынандай, мына реакция ғой, мына процесс қой. Почему неге бұны жазу керек? Себебі именно купрум О десеңдер ғана ол уже сапалық болып табылады, потому что купрум осы оттекті мынаған береді да, тотықтырады да, мына жерде өзі жеке шығады, жеке шыққан кезде оны түсі өзгереді, поэтому қараяды, короче. Ол изначально мысалы қызыл болып тұрған еді деген сияқты информациялармен бұл жерде түсі өзгеру, тұнбаның пайда болуы, сондай процестердің бәрі бізде сапалық реакция емес па? Сондықтан осы белгі болғаны үшін мыс оксиді сапалық реактив болып табылады екен. Спирттер жанғанда энергия бөлінеді, это понятно. Любой спиртті жақсаңдар, как обычно, спирт кез келген органикалық зат жанған кезде не түзілетін еді бізде? СО2H2O. Молодец. СО2 мен H2O түзіледі екен. Теңестіру керек, конечно, OH пен шатасып қалмай тұрып теңестіру керек. Но в целом осылай жүреді екен процесс. Жылу энергия бөлінеді деген сөз, бұның экзотермиялық екенін айтып жатыр. Біз білеміз, что кез келген жану реакциялар ол экзотермиялық реакциялар екен. Тут жеке өкілдері, олар қатты маңызды емес. Енді давайте көп атомды спирттерге көшейік. Көп атом дегеніміз OH тобы бірнешеу болуы. 2, 3, 4, 5 и так далее. Егер 2 болса, ол этиленгликоль деп аталады, этандиол. Егер 3 OH тобы болса, 3 көміртекпен, ол пропантриол деп аталады. 5 көміртекпен ол бізде ксилит, бірақ ол бізде тривиалды атауы, және ең соңғысы сорбит деп аталынады екен. Мынау атаулар просто теория сұрақ болып келген ғой, біз негізі алғашқы екеуімен ғана жұмыс жасаймыз. Яғни қай жерде 2 OH бар, қай жерде 3 OH бар, осылар ғана бізге қызық, қалғандары теориялық сұрақ болып қана келетін шығар. Енді бұларды алу әдістеріне келетін болсақ, мысалы, жаңа айттық қой, галоген алкандарға сілті қосатын болсақ, спирт түзіледі деп. Тура сол сияқты дигалоген алкан керек енді бізге. Яғни молекулалық формасын жазатын болсақ, бұл былай выглядит. С2H4 хлор 2 керек енді бізге. Сосын оған 2 H2O қосуға болады, или 2 натрий OH қосуға болады. Сол кезде 2 натрий OH қой, алдында 2 бар ғой. Сол 2 натрий OH 2 хлордың орнына келеді да, С2H4OH2 болады да. И бұл 2 хлор мен 2 натрий екеуі қосылып 2 натрий хлор түзе салады. Видите? Уже жай ғана галоген алкан емес, дигалоген алкан керек болады екен. Бұл бірінші әдісі. Екінші әдісі бұл мынау сапалық реакциясы бар еді ғой, этиленді параллельно бірден тотықтырамыз, еще су қосамыз. И калий перманганаты катализатор қатысында соның нәтижесінде этиленгликоль түзілетін еді. Калий перманганаты түзілетін болғандықтан бұл бізде качественный сапалық реакция еді. Этиленге арналған, алкендерге арналған сапалық реакция еді. Сондықтан осы реакция арқылы да біз осы көп атомды спиртімізді алады екенбіз. Мыналарды сендер пока түсінбейсіңдер. Оны біз келесі сабақтарда үйренетін боламыз. Потому что, мысалы, мынау бізде бір майдың формуласы, оны түсіндіру үшін келесі май тақырыптарын түсінбесек қиын болады. Енді физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, этиленгликоль мен глицерин тәтті дәмі бар, түссіз қоймалжың сұйықтықтар болып табылады. Суда жақсы ериді. Жалпы спирттер негізі суда жақсы ериді, так как олардың составы тура спиртте. Сыртқы бейнесі тура су сияқты болғандықтан. Химиялық қасиеттер дәл сондай. Құрамындағы OH тобының либо H ғана түсіп қалады, либо OH полностью түсіп қалады.
Мысалы мына жерде пока что біз мынамен жұмыс жасаймыз, тек қана аша түсіп қалу. Натрийді қосуға болады. Натрий барып бір сутектің ғана орнын алмастыруы мүмкін. Немесе бірден екі сутектің орнын алмастыруы мүмкін. Но ол қандай есепке байланысты екеніне зависит. Әрі қарай келесі бізде бұл жерде тоже сапалы реакциялар бар. Балалар, мен сіздерден осы көп атомды спирттер бойынша тек қана сапалы реакцияны сұраймын, балалар. Давайте осы сапалы реакция мына жерде бір түрлі болып жазылып тұр ғой. Қиын болып, мысалы мынау бір формула ғой. Оны үстіне жаттау қиын, сонда қазір жазып алыңдар. Глицераттардың түзілуі сапалық реакцияны былай оңай жазуға болады. Глицерин дегеніміз ол бізде CH2OH, CHOH, CH2OH. Бұның бәрін жинақтап жазатын болсақ, С3, H2, 3, 5, 6, 7, 8, оттек 3. Осыған сапалық реакция кезінде мыс гидроксидін қосамыз, балалар. Мыс гидроксидін. Сосын нәтижесінде сендер түзіледі С3H7O3 в квадрате и купрум түзіледі. Плюс H2O түзіледі. Мынаның алдына 2 қоямыз, мынаның алдына 2 қоямыз, сонда бізде теңеседі. Міне, мына қосылыстың аты мыс глицераты. И бұл тұнады, сонда бұл сапалы реакция болып табылады. Реактив сапалық кім екен? Мыс гидроксиді. Ал бір атомды спирттерде кім еді, балалар? Қазір ғана өттік. Мыс оксиді. Купрум оксиді. Получается, бір негізгілерде, көп негізгілерде, бір атомды спирттерде, көп атомды спирттерде купруммен байланысы бар екен, бір атомды спирт болса, бір-ақ оттегісі болады да, көп атомды спирт болса, OH-ы екеу болады. Как раз өздері сияқты OH-ы көп болады. Понимаете, мысалы, мына жерде OH үшеу көп атомды болар. Ол купрум тоже көп атомды сияқты болып қатысады деп жаттағансыңдар болады. Бір атомды спирттер мен көп атомды спирттердің сапалық реакцияларын айттым. Енді кейде мынандай күрделі реакциялар келіп қалады. Мынандай реакциялары. Давайте түсіндірейін, балалар. Сәл-сәл қиын, но қиын деп те айта алмаймын, балалар. Просто логика ғой бұл жерде, қараңдар. Глицерин деген қосылыстың аты, ол формуласын жазып үйренейікші, былай жазасыңдар. CH2OH, мына жерде байланыс бар. CHOH и CH2OH. Сонда трехэтажный, да? Трехэтажный алып жазасыңдар, да? Барлық жерде CH2OH болады, просто ортасында CH болады, потому что мына жерде бір байланыс, мына жерде бір байланыс, мына жерде байланыс, 3-4 байланыс болып кетті ғой. Сондықтан бұл жерде H2 жазуға болмайды. Жоғарғысы мен төменгісі CH2, ортасы CH. OH, OH, OH. Енді осыған сендерге азот қышқылын қос дейді. Азот қышқылын бүйтіп жазып үйренеміз деген болатын. Бұл жерде 3 OH толы болғандықтан 3 еселейміз. Енді бұл жерде бізде жаңағы H түсіп қалуымен жұмыс жасап жатырмыз ғой, H-тар түсіп қалады. Сонда мына жерде NO2 барады да, әрбір түсіп қалған H-тың орнына нитроtoп болып орналасады. Сонда реакция түзіледі. CH2O, NO2, CHO, NO2, потом CH2O, NO2. Плюс мына жерде 3HO бар, мына жерде 3H бар, олардың бәрі қосылып 3 суды түзеді екен. Міне. Сонда біз глицериннің обычный биорганикалық химияның қышқылы ғой, оны бізде химияда минералды қышқыл деп айтады. Яғни биорганикалық химияда қышқылдар азот қышқылы, күкірт қышқылы, көмір қышқылы, солардың біреуі азот қышқылымен әрекеттестіріп көрдік. Енді давайте органикалық қышқылмен әрекеттестіріп көреміз. Мен бұны өшіремін. Глицерин қалады. Бұл биорганикалық қышқылмен әрекеттесті. Енді давайте органикалық қышқылмен әрекеттестіреміз. Мысалы, ол пусть будет, мысалы, обычный CH3COOH. Да? Мына жерде CH3COH алған ғой. Енді бұл бірақ карбон қышқылы, мынау 3 OH тобы бар. Сонда 3 еселейміз. Мына жақтан не түсіп қалады? Тек қана H-тар түсіп қалады. Ал мына жақтан OH тобы түсіп қалады. Сонда бізде былай болады. CH2O, потом мынаны артынан алдына қарай жазасыңдар. CO, CH3 деп. Или можно CO емес, прям артынан жазып, OS деп жазсаңдар болады. Без разницы. Главное, мына қалып кеткен затты жазу керек. OS, CH3, потом CHO, OS, CH3. CH2O, OS, CH3. И мына жерде OH тобы 3, алдында 3 бар, болғандықтан 3 сутек бар. Бұлардың барлығы 3 моль суды түзеді екен. Осындай реакция. Бұл күрделі эфирлердің түзілуі. Мысалы, мына бізде күрделі эфир, мына бізде көп атомды спирт. Кішкене реакция миды ашытады, но қатты қиын емес.
бір түсініп алғанға. Апай, бұл жинап жазуға бола ма? Жинап жазуға болады, но мен сендерге олай кеңес бермеймін. Потому что жинап жазсаңдар кішкене қателесесіңдер. Именно мысалы мына реакцияны жинап жазуға болады. Глицеринден сапалы реакция, потому что бұл осылай көрсетеді. Егер мынаны жинап жазу сендерге ыңғайлы болса, жазып көріңдер. Мысалы бұл былай көрсетеді. С3H8 O3 қосылған 3CH 3COH. Просто бүйтіп ашып жазсаңдар, қай этажда не болып жатыр бәрін көріп тұрасыңдар да. И нәтижесінде түзіледі. С3H H5 болады уже міне. Бір 3 сутек кетіп қалды, бізде 8 сутек еді, енді 5 болады. O3 болады. И CH3COдан 3 штук деп жаза салуға болады. Осылай жаттасаңдар да өздерің білесіңдер. Енді бұл тақырыпқа әлі қайта ораламыз. Бізде майлар, күрделі эфирлер деген тақырып бар. Сондықтан әлі де қиын болып жатса сендерге, потому что мынаны өткен жоқпыз біз әлі, иә. Сондықтан қиын болып жатса, мен сендерден тек қана осы көп атомды спирттер бар ғой, көп атомды спирттер бойынша тек қана олардың мына алынуларын сұраймын, мына екеуін, который уже өтіп қойғанымызды. Потом химиялық қасиеттерінен осы сапалық реакциясын ғана сұраймын, балалар. Тек қана сапалық реакциясын. Қалған реакциялар қиын болмаса, қарамай-ақ қойыңдар. Оларды біз алдағы уақытта өтеді екенбіз. Сапалық реакциясының оңай әдісін жазып бердім. Жазып жаттап аламыз. Жеке өкілдері, антифриз дегенді ұл балалар білу керек. Ол бізде қыста қатпайтын зат, соны құю арқылы машинада машинада бізде жаңағы түнде күн суықта моторыма бір нәрсесі қатпайды. Сондықтан УБД-да келеді. Майға құяды ау. Сонда антифриз алуда қолданылатын органикалық зат дейді. Біз айтамыз этиленгликоль деп. Одан кейін глицеринді айтады, гигроскопиялық зат. Гигроскопия деген суды тартқыш. Мысалы, бізде бір тряпкалар болады ғой, нені су төгілген жерге барып қойып қалсаң, соны өзіне тартып алатын майлықтар болады ғой. Тура сол сияқты глицерин сондай. Суды жақсы сіңіретін қасиеті бар. Отта тоже теориялық сұрақ болып келіп қалуы мүмкін. Тәтті дәмі бар екеуінің де, түссіз қоймалжың сұйықтықтар. Енді фенол тақырыбына келейік. Фенол ең бастысы деп ойлаймын бүгінгі сабақтағы. Қаныққан көмірсутек бір атомды, көп атомды дегендердің тек сапалық реакциясы негізі ше. Қалғандарын да енді білу керек. Но ол бір қиын нәрсе деп ойламаймын. Бір қарап шығу керек. Ал фенолда маңызды реакциялар өте көп, теориялық бөлімдерде көп. Сондықтан мұқият тыңдайық. Просто былай ғой. Мысалы, бензол деген қосылыс бар. Оның радикалының аты фенил. Оның құрылымдық формуласын салатын болсақ, былай болады, әрбір түйінде көміртектер орналасады. Әрбір көміртектің өзінің сутектері бар, 4 валенттілікті толықтыру үшін. Мына бірінші көміртек сағат тілмен былай айналады. Бірінші көміртектің сутегісі түсіп қалады, оның орнына OH тобы келеді. Сонда бұл қосылыстың аты С6H5OH. Фенил это радикал. Енді OH тобы бар болса, қандай жұрна шығаймыз? Ол деген жұрна, значит, бұның аты фенол. Фенол болып кетеді. Бірақ балалар, фенол, бензол дегендерді шатастырмаймыз. Потом метанол дегендерді шатастырмаймыз. Бензол, толуол, ксилол дегендердің бәрі, олардың бәрі ол ароматты көмірсутектер. Ал біздің қазір айтып отқанымыз бұл ароматты спирт, анау жаңағы айтқанымыздың бәрі ол обычный спирт қаныққан. Оларды УБД-да просто мынандай сұрақ келеді. Метанолдың гомологтарын тап дейді. Варианттардың ішінде бензол болып қалса, сол ғой, екеуі де ол деп аяқталды ғой деп ойлайды. Жоқ, оқымаған адамның варианты ол, иә. Ал оқушы оқыған болса осы тақырыпта, онда бензол дегеннің аты сәл ұқсас екенін, бірақ ол спирт емес екенін түсінеді. Вот. Енді осы фенолдың құрамында бізде OH тобы біреу ақ қой, яғни құрамында OH тобы біреу, бір атомды ароматты спирт деп айтуға болады. Ал оның құрамында OH тобы екеулері де болады. Помните, бізде радикал жалғайтын едік қой, біріншіге, үшіншіге, төртіншіге, олар бізде жаңағы ортоксилол, пароксилол деген сияқты айтылатын еді, метоксилол деген сияқты. Апай, осы пирокатехин деген тұр ғой, сол наурызда келіп жатыр екен сұрақ көп. Вот, значит, сендерге оны жатқа білу керек. Әрине, бұл енді бұған байланысты есеп келмейді. Наверное, теориялық сұрақ келген шығар, иә? Теориялық. Жай ғана теориялық сұрақ келеді балалар бұл жерде, потому что бұл бойынша есеп жоқ.
тек қана теориялық сұрақ бар. Мысалы мен сіздерге айтып жатырмын ғой, фенол деген ол бірінші көміртектегі сутек қана түсіп қалады, оған OH келеді, ал пирокатехин деген бірінші көміртектен де и екінші көміртектен де H түсіп қалады да оның орнына OH келеді. Бұл пирокатехин немесе 1,2 1,2 дигидроксо, потому что OH тобы гидроксо топ қой. Сондықтан бірінші, екінші көміртекте тұр. Сағат тілімен номерлейсіңдер. Міне былай. Бірінші, екінші дигидроксо бензол немесе пирокатехин деп аталады. Ал енді мына жерде бірінші және үшінші көміртекте тұр. Значит, 1,3 дигидроксо бензол бұл резарцин деп аталады. Может, нағыз ұбыда осы келеді. Төртінші, бұл бізде бірінші және төртінші көміртектегі сутектердің орнына OH топтары келген. Бұл 1,4 дигидроксибензол, бұл гидрохинон екен. Балалар бұрындары ұбытыда, осы соңғы 1-2 жылдықта ұбытыда қаңтар ұбыты вообще оп-оңай болатын, наурыз ұбыты сәл қиындау, но оңайырақ болатын. Кейін именно грант ұбытыны өте кішкене қиындау қылып істейтін басқаларына қарағанда ше, наурыз ұбытыға, қаңтар ұбытыға. Бірақ осы жылы қатты байқап жатырмын, былтыр да кішкене байқап едім. Осы жылы қатты байқап жатырмын, что наурызды да қаңтарды да күрделендіріп жіберген. Соған қарағанда нағыз ұбыты одан да қиын болатын сияқты. Сондықтан сендер қазірден уже азғантай ғана уақыттарың қалды балалар. Грубо говоря, 1 ай деп санай беріңдер, себебі май айында сендерде жаңағы 25 май и так далее праздниктер болып кетеді, уақыттарың жетпей қалады. Сондықтан осындай түбінде жатқан жерлерден сұрақ келеді. Соларға жауап беріп үйрену керексіңдер балалар. Айтқан нәрсені оқып, жаттап, зачет тапсырып жүрсеңдер, міндетті түрде нәтижесі шығады. Енді әрі қарай кетейік. Бұл жерде бізде осы қосылыстарды 1 гидроксо тобы бар дейміз, ал мынау 2 гидроксо топтарынан бар. Орындарына байланысты аттары өзгереді деп жазып жаттап аласыңдар. Енді өндірісте алу жолдары, вообще алу жолдары, яғни фенолды біз қайдан аламыз? Ең бірінші өндірісте фенолды таскөмір шайынан аламыз. Бұл теориялық информация. Әрі қарай мына 2 жолмен алуға болады. Бірінші хлор бензолға натрий OH қоссақ болады, алмасу реакциясы болады, тура бағанағыдай хлордың орнына OH келеді. Сонда сендерде фенол пайда болады. Міне. Потом екінші әдіс бар емес па балалар? Екінші әдіс өте қызықты және ұбытыда келетін варианттардың бірі бұл. Себебі именно фенолды сатылап алу бойынша есептер келеді. Бізде сатылап есептер көп, иә. Бірінші, бензолға пропенді қосады. Сол кезде изопропил бензол түзіледі. Помните, кумол деген бар еді, изопропил бензол деген. Бензолға пропенді қоссаңдар, изопропил бензол түзіледі, және оны әрі қарай тотықтыратын болсаңдар, осы кумолды, нәтижесінде фенол мен ацетон түзіліп кетеді екен. Ацетон деген бұл келесі сабақ, кетондардың өкілі, ал фенол деген біздің тақырып. Сонда сендер фенолды неден аласыңдар десек, кумолдан деп жауап бере алу керек. Негізі. Сосын мынандай цепочкалар келеді. Осы цепочканы жазып үйренейік. С6, H6 бұл бензол. Одан қалай хлор бензол аламыз? Жай ғана хлорды қосу керек, катализатор темір тұздары болу керек. Сонда С6, H5 хлор деп, как обычно, әрекеттеседі. Егер жарық пен жылу қатысында болса, онда гексахлоран түзіп кетеді. Ол бізге керек емес. Енді С6, H5 хлор бұл әрі қарай, мысалы, мына затты түзу үшін қазір ғана айттық, сілті, любой сілтіні қосуға болады, алмасу реакциясы жүріп мына екеуі әрекеттеседі, и С6, H5 OH пен натрий хлор пайда болады екен. Сонда мына екеуін біз белгілейміз. Қалай реакция жүретінін көрсетіп жатырмын. Мына жерде құрылымдық формуласы көрсетілген, мына соңғы реакцияның. Әрі қарай бағанағы бензолдан қалай фенол аламыз? Міне фенол. Бензолдан сразу фенол аламайды екенбіз. Бірінші оны пропилен немесе пропенмен қосып алып, кумол аламыз, яғни изопропил бензолды. Одан кейін оны тотықтыру арқылы фенол мен ацетон алады екенбіз. Міне осы реакциялар маңызды. Жаңа мен ол жақта молекулалық түрде жазуға болады. Мысалы, бензол дегеніміз С6, H6, пропилен дегеніміз С3, H6. Екеуін қосқан кезде С6, H5, С3, H7 түзіледі. Осы С6, H5, С3, H7-ні тотықтыратын болсақ, бізде С6, H5, OH түзіледі. Және мынаны енді толық жазу керек, С3 түзіледі. Осы реакциялардың молекулалық түрін жазып алуға болады. Енді физикалық қасиеті, фенолдың физикалық қасиеті көп жауапты сұрақ болып, или просто бір тесттің теориялық сұрағы болып жиі келеді.
Қарап көрейік. Өзіне тән иісі бар, түссіз кристалды зат. Ауада тотығуына байланысты көп жағдайда оның түсі қызғылт болады, фенолдың түсі. Фенол жылдам балқиды, салқын суда фенол ерімейді. Ал 70 градус температурада, 70 градус температура деген қайнауға аз қалды, иә. Ыстық температурада ол шексіз мөлшерде өте жақсы ериді. Яғни бізде спирттердің бәрі суда ериді деп айтып отырмын бағана, ол қаныққан спирттер. Ал именно фенол бұл ароматты спирт. Оның құрамында бензол сақинасы бар. Сондықтан бұны еріту үшін тоже су жарамды, но судың ыстық түрі болу керек, яғни 70 градустан асу керек. Сосын соңғы сөйлем маңызды. Фенол улы. Теріге тиген кезде күйдіретінін естен шығарылмаған абзал, яғни теріні күйдіреді, улы, қызыл түске боялады деп 3 вариант келеді, дұрыс болып. Ал қалғандары өтірік варианттар болады. Мысалы, ыстық суда ерімейді деп келеді. Или же басқа да бір газ деп келеді, мысалы фенол, оларды белгілемейсіңдер, сендер. Именно осы жердегі сипаттамасын жаттап алу керек. Енді фенолдар бойынша самый главный момент ол олардың реакциялары, химиялық қасиеттері. Балар, басқасын жаттамай-ақ, именно осы химиялық қасиеттерін жаттасаңдар, тоже өте жақсы болар еді. Қалай? ОБТ-да мынандай сұрақ келеді. Фенол құрамында OH тобы ше, биорганикалық химияда қай класста болатын еді? Алтынай бар ма? Гидроксидтерде. Кім олар? Гидроксид деген класс жоқ, ол атауы ғой мынаның просто. Негіздерде ма? Иә, негіздерде. Кім жауап берді? Мен Інжу. Молодец, Інжу. Бұл жерде де енді бұл OH тобы, сол гидроксид тобы ғой, сол баяғы, просто органикалық химияда бұл. Былай қарап тұрсыңдар, мына OH тобы әрекеттеспейтін сияқты. Әрекеттеспейді, егер бұл спирт қаныққан болса. Яғни қаныққан обычный спирттер, CH5OH, этанол, ол натриймен әрекеттесе алады, ал натрий OH-пен әрекеттесе алмайды. Ал фенолдың осы қарапайым спирттерден ерекшелігі, ол натриймен де, натрий OH-пен де реакцияға түседі. Осы ОБТ-та келеді, фенолдың қаныққан бір атом спирттерден ерекшелігі деп. Варианттарда сумен әрекеттесу, сілтімен әрекеттесу, қышқылмен әрекеттесу, бір нәрсе деп жазып тастайды. Сендер именно сол жерде сілтімен әрекеттесу деген белгілеу керексіңдер. Или есеп ретінде былай келеді. Этанол мен фенолдың қоспасын сілтіде еріткенде, сілтімен әрекеттестіргенде деп келеді. Сонда оқушылар этанолды да, фенолды да жазып қояды реакциясын ше. Ал сілтіге мынаны қоса болмайды ғой. Сондықтан біз тек қана фенол жазамыз да, сонда есеп тезірек шығады. Бірақ екі жағдайда қарапайым заттар түзіледі, сол CH5O натрий қосылған H2O. Бұл жерде де сутек түсіп қалады. Мына жерде де сутек түсіп қалады. Яғни С6H5O натрий плюс H2O. Ой, кешіріңдер балалар, бірінші жағдайда H2 түзіледі. Потому что натрий орнына барса сутек кетіп қалады ғой. Ал екінші жағдайда бізде H2O түзіледі. Себебі мына жақтан H кетіп қалады, мына жақтан OH кетіп қалады. Ол су түзіледі. Ал мына жерде жай ғана H2. Енді бұл қосылыстың аты натрий феноляты. Келесі орынбасу реакцияларына көшейік. Бензол сақинасының реакциялары. Біз қазір мына жерде гидроксил тобының реакцияларын өттік. Себебі біздің осы фенол тақырыбымыздың ерекшелігі неде? Оның құрамында ерекше бензол сақинасы да бар, OH тобы да бар. Реакцияларды екіге бөліп қарастырып аламыз. OH тобына қатысты реакциялар и бензол сақинасына қатысты реакциялар деп. OH тобына қатысты реакцияларды айттым. Енді бензол сақинасына қатысты реакциялар бірінші бромды су. Бром суы, бромды су, бұлардың барлығы жай ғана бромбалар. Просто ол сұйық болғаннан кейін солай аталады. Енді фенолдың құрылымдық формуласын қайтадан жазамыз. Мына жерде OH тұрады. Бұл қатып қалған OH деген осы именно бірінші көміртекке келіп тұрады, COH болып. Оны тесуге, басқа жаққа жіберуге болмайды. Ол сол жерде тұру керек. Бұл мысалы бізде фенол. Енді сендер оған бром суын қосатын болсаңдар, фенол туралы толуы сияқты өте белсенді әрекеттесетін болғандықтан 3 мольді бірден қабылдап алады. Сөйтіп орынбасу реакциясына түскен кезде бізде мынау нелерді, көміртектерді сағат тілімен нөмірлейміз дедік.
3 бром дегенimiz 3 моль бром дегенimiz бұл жалпы 6 штук бром деген сөз. Соның 3-еуі осы фенолдың құрамына кіреді. Ол бірінші көміртекке барып сутектің орнын алайын десе, уже OH алып қойыпты оның орнын. Содан екінші көміртекте сутектің орнын алады. Үшінші көміртекті қалдырады да 4-тікін алады, 5-ті қалдырады да 6-ны алады. Осындай бір шаг жасайды. Осындай қалдырып отырып алады. Сол кезде оның құрылымдық формуласы былай көрініс табады. Мына жердегі көміртек өзінің OH-мен тұра береді. Мына жердегі көміртек енді көміртектің сутегісі бромға алмасады. Мына жерде ешкімге алмаспайды. Мына жерде бізде тоже сутегісі бромға алмасады. Мынау қала береді. Мына жердегі сутек бромға алмасады. Сонда 3 бром келіп тұрақтады, тағы 3 бром қалып кетті. Және 3 сутек шығып кетті. Олар 3H бром деп өзді-өзі әрекеттеседі екен. Міне осындай реакция бізде жаңағы сапалы реакция болып табылады. Тоже потому что бром су байқасаңдар органикалық заттар мәлімдеген кезде түссізденеді, иә. Егер осының бәрін жинақтап жазамын дейтін болсаңдар, С6H5OH дейсіңдер. OH деспейсіңдер оған. OH деп жазасыңдар. Сосын 3 моль бром 2 дейсіңдер. Сосын С6H2 дейсіңдер. Потому что байқасаңдар 2 ақ сутек қалып қойды ғой. С6H2 дейсіңдер. Бром 3 дейсіңдер. Міне 3 бром келіп тұр. И OH деп OH-ты теспей қасына қосып қойсыңдар. 3H бром. Міне бұл оның жинақталған реакциясы. Келесі реакцияларға көшейік балалар. Келесі бізде фенолдың азот қышқылымен әрекеттестіруі. Бұл бізде 2,4,6 тринитрофенол пикрин қышқылы деп аталынады. Тоже бұны осылай 2,4,6 тринитрофенол емес, пикрин қышқылы деген атпен танымал. 2,4,6 тринитротолуолдың екінші аты қандай еді балалар? Тротилтол. Тротилтол ТНТ еді, иә. Балалар, мына жерде де мына қосылыстың атын айтқыларың келсе, ол екінші, төртінші, алтыншы көміртекке келіп тұр ғой. Сондықтан бұның аты 2,4,6 трибром болады. Бром келіп тұр ғой, үшеу. Сондықтан трибром фенол болады аты. Басқа аты жоқ, осы ғана бар. Енді мынаның екінші аты бар. Пикрин қышқылы бұл сары түсті ерітінді. ОБЗ-да сары түсті деп айтады өздері. Сондықтан оны білу керекпіз. Тура солай бензол сақинасына бірінші көміртекке тиіспейді. Екінші көміртектегі сутекті, төртінші көміртектегі сутекті және алтыншы көміртектегі сутекті азот қышқылының құрамындағы нитротоп. Азот қышқылы неден тұрады екен сонда балалар? Біз осылай жазып үйренейік дедік қой. Ол HO, яғни гидроксид топтан тұрады екен. Гидроксид болғанда сутек пен оттекті былай бөлек жазасыңдар. NO2. NO2-ның аты нитротоп. Бұл 3 штук болып тұр. Сондықтан бензол сақинасын саламыз. Бірінші көміртекке тиіспейміз, ол өзінің OH-мен тұрады. Екінші көміртекке NO2-ны әкелеміз. Көміртектің қасындағы сутекті шығарып тастап, оның орнына NO2 әкелеміз. Төртінші көміртектің қасындағы сутекті шығарып тастап, оның орнына NO2 әкелеміз. И алтыншы көміртекке NO2 алып келеміз сутегісінің орнына. Плюс 3H2O түзіледі бұл жерде. Енді бұл реакцияны тоже жинақтап жазғыларың келсе, ол былай көрініс табады. С6H5OH қосылған 3HONO2 тең С6H2, потому что міне екеуі қалып қойды. Сосын ол қалған үшеуінің орнына, 5 еді ғой, қалған үшеуінің орнына NO2 келгенде NO2-ні 3 еселейсіңдер, OH-ты теспей жазып қоясыңдар. Міне, осындай реакция пайда болады екен. Енді әрі қарай фенол формальдегидпен оңай әрекеттеседі, реакция қышқыл немесе негіз қатысында жүреді. Бұл реакция нәтижесінде жоғары молекулалы фенол формальдегид шайыры алынады дейді. Енді 5-ші қасиетінде бізде поликонденсация реакциясын айтамыз. Поликонденсация реакциясы дегеніміз бізде кіші молекулалы заттардың бір-біріне әрекеттесіп, жоғары молекулалы полимердің түзілуі. Екеуінде де функционалдық топтың болуы, иә. Бірінші мен жазамын альдегидті. Тоже, если бұл реакция ұнамаса сендерге, қалдырып кете салсаңдар болады. Біз мына альдегид тақырыбында қайттан ораламыз. Сендерге таңсық заттарды тастап кете беріңдер деп, рұқсат беріп жатырмыз. Енді бұл жерде мына қосылыс фенол формальдегид шайыры ғой, короче. Тура полимер сияқты ол, бұл да просто поликонденсация дегені осындай екі түрлі мономердің функционалдық тобы бар екеуінде де әрекеттесуі ғой. И алтыншының реакциясы жоқ, жай ғана ауызша айтамыз. Фенол бізде темір хлоридмен әрекеттесіп, күлгін түсті кешенді қосылыс түзеді. Түсі өзгеріп жатыр ғой. Сондықтан бұл сапалы реакция болып табылады екен, балалар. Сонымен қатар фенолдың қолданылуына тоқталып кетейік. Ол бізде капролактам алу үшін қолданылады, мынау біріншісі. Одан кейін фенол формальдегид шайырын алуға қолданады.
лак, иә. Одан кейін пестицидтерді алуға қолданылады. Дәрі-дәрмек, антисептиктер, полимер тұрақтандырғыштары, қантты алмастырғыш тақырға заменителдер бар ғой, соларды, бояуларды, әртүрлі жуғыш заттарды алуда қолданылады екен фенол. Апай, жаңа сіз айттыңыз ғой, поликонденсация реакциясы бойыншашы, сол неде наурызы бұтыда теория болып қосымша өнім ретінде не түсіреді деп келіп жатыр екен. Молодец, ескертіп жатқаныңа рахмет. Кім бұл ескертіп жатқан? Мен Үнжумын. Үнжу, молодец, өте белсенді, қарап, іздеп, соларды көріп жүрген оқушыдан айналасың, иә. Себебі жай ғана не түсіндіреді екен, не береді екен осы, қай жақтан келеді екен деп отырмай, жан-жақтан іздеп, қарастырып, қандай сұрақ келіп жатыр, бір-бірімен сөйлесіп, иә, солай жүрген оқушы жоғары балл жинайды, міндетті түрде. Қосымша өнім ретінде не түзіледі екен сонда, Үнжу? Су түзіледі, спирт, сосын галоген сутектер. Хорошо. Бірақ көп жағдайда бізде су түзіледі, потому что бұл полимерлер реакциясына ұқсамайтын себебі неде? Полимер реакциясында бізде бір мономерден оларды бір-бірімен біріктіріп полимер алуымызда, иә, мәні. Бұл жерде бізде поликонденсация реакциясының ерекшелігі осыда екен. Мономерлерден төмен молекула заттар, иә, ол мономер дегеніміз. Алыну болып табылады. Енді мынау қолданылуы қатты көп келе бермейді, бұған қатты назар аудармаймыз. Осымен теориялық бөлім аяқталды, балалар. Жаттаймыз фенолды. Броммен әрекеттессе де 3 еселенеді, 2,4,6 трибромфенол. Азот қышқылымен әрекеттессе де 3 еселенеді, тринитрофенол. Оның аты пикрин қышқылы сары түсті. Ал мына жерде поликонденсация реакциясындағы сипаттамаға қосымша өнім ретінде не түзіледі десе, жаңағы Үнжу айтқандай суды белгілесеңдер болады, спиртті белгілесеңдер болады, какой-то бір любой спиртті жаза салайық. Одан кейін галоген сутекті белгілесеңдер болады, және сутектің өзін белгілесеңдер болады. Және тағы басқа кіші молекула заттар қосымша түзіліп жүреді. И мына жерде, конечно, полимер түзіледі екен. Бұл осы варианттардың ішінен кездесіп қалуы мүмкін. Маған сұрақтарың бар ма спирттер бойынша? Жоқ, апай. Жақсы. Жоқ, түсінікті. Қазір 1 минут. Онда сау болыңдар, балалар.